Бүгін біз жүгерден жасалған шаймен эксперимент жүргіземіз. Бұл шай ағзаны тазартушы және сауықтыру қасиеттерімен танымал. Алдымен шайды дайындап аламыз. Алдымен шайды дайындаймыз. Шайды ыстық сумен құйып, шамамен 1-2 минутке тұндырамыз. Осы уақыт ішінде бұл өзінің пайдалы қасиеттерімен хош иісін ашады. Енді экспериментімізді бастайық. 3 стакан алдық, 1 стаканға йод құямын. Бұл ластанған, шылаққа толы ішекті білдіреді. Оған 1 тілім нанды саламыз. Көріп тұрғанымыздай нан қараяды, яғни барлық ласты өзіне сіңіріп алады. Енді осы нанды 2 стаканға тап-таза суға саламыз. Кішкене уақыт күтейік. Бірақ ешқандай өзгеріс болмады. Нан бұрынғыдай қара күйінде қалды. Бұл дегеніміз жай судың өзі ағзаны ойымыздағыдай тазарта алмайтындығын көрсетті. Енді ең қызықтысы 3 стаканда біздің жүгерінің шашағынан жасалған шайымыз тұр. Осы шайға нанымызды саламыз. Қараңыздар, нан біртіндеп ағара бастады. Дәл осылай бұл шай ағзамызға да әсер етеді. Ол жұмсақ түрде тазартады, токсиндерді шығаруға көмектеседі, түсінегі азайтады, бауыр, бүйрек және ішектің жұмысын жақсартуға көмектеседі.